Елге танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың тоқалымен тойда жүрген видеолары желіде тарап қызу талқыға түсті. Көріп тұрғаныңыздай, Тұрсынбектің тоқалының інісінің баласының тұсаукесерінде Тұрсынбек Қабатовпен бірге атақты әншілер, тамада жүргізушілерді байқауға болады. Атап айтсақ, Қайрат Әділгерейді, Мейрамбек Беспаевты, Әбжаппарды, Нұрланды байқауымызға болады. Бұл дегеніміз Тұрсынбектің тоқалының бар екенін бүкілі біледі, бірақ та жасырып келген. Қазіргі таңда желіде қызу талқыға түсіп жатқан Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы 1993 жылғы, ал кейбір деректерде 1994 жылғы Қызылорданың тумасы Айман есімді қыз. Қазіргі таңда Тұрсынбектен тоқалының 2 ұл, 1 қызы бар деген сыбыс тарауда. Тұрсынбек пен тоқалы қалай танысты деген қазір сұрақ қызу талқыланып жатыр. Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы Тұрсынбектің концертінде биші болып келген. Сол келгеннен Тұрсынбекпен танысып, арғалай махаббатқа жалғасып, содан тоқал болып деген. Байқағандарыңыздай, Тұрсынбектің тоқалы Айман еш жерде Тұрсынбектен ажырамаған. Бүкіл жерде бірге жүрген, концерттерде, жүргізушілік болған жерінде, отырыстарда қасында әрдайым бірге жүрген. Бұл Мөлдір ханымға өте ауыр тиген. Көріп тұрғандарыңыздай видеода ол кісі қатты жылаған көруге болады. Осыншама сырды ол кісі 14 жыл бойы ішінде сақтап келген. Жақында біліп қалдым, телефондарын барлығын блокқа қойыпты. Балдардың ба? Онда мен реанимация жаққа кірейін, сіз менің номерімді жазып алыңыз деп дәрігердің. Құрметті қазақстандықтар, құрметті достар, әсіресе Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында құрметті жерлестер, кейбір адамдар пайда болған екен. Ұялы телефондарыңызға хабарласып, ата әжелер, аға жеңгелер, сақ болыңыздаршы, банктенбіз деп хабарласады екен де, құжатыңызды жіберіңіз, немесе сізге бір SMS келеді, соны бізге жіберіңіз. Сіздің жаңағы банковский счетыңызды бұзайын деп жатыр, біреулер кредит алайын деп жатыр деп жалған өтірік жаңағы бір алаяқтар пайда болған екен. Солардан сақ болыңыздар. Әсіресе және полициядан біз деп хабарласады екен. Ұлыңыз, қызыңыз бізде отыр, жаңағы бірдеңе бұзды, бірдеңе қиратты, немесе тағы деп өтірік алдап, тәртіп бұзды деп, сіздер осы Каспий Голдқа ақша жіберіңіздер, сосын біз жаңағы балдарыңызды жібереміз деген сияқты өтірік бір жалған ақпараттар, жалған сіздерге қоңырау шалады екен. Сондайлардан сақ болыңыздар, ешкімге сенбеңіздер, тек бір танитын адамдармен хабарласып жүріңіздер әзірге. Өйткені неше түрлі бір адамдар пайда болып жатыр деп жатыр. Орыс тілінде сөйлесетіндер бар, қазақ тілінде сөйлесетіндер бар. Банкте отырмыз деп айналасына кәдімгідей интершум қосып қояды. Кәдімгі адамдар шулап атады, банктың іші секілді, немесе бір полицияның іші секілді кәдімгідей атмосфера создавать етіп, неше түрлі жаңағыдай қоңырау шалып, алданып қалып жатырған жандар бар екен. Сақ болыңық, сақ болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті жерлестер, құрметті бауырлар.